Mындай yapma. Koluma açabilir miyim? Basılava otur ama. Aslında çıkar jibireydi. Men Qalpaqstan Respublikasынан Mirzanova Zina. Hazır aprel ayında men kuyumni to'yga jiberib edim. To'ydan ketirganda kuyumni uchastkavoylar ustab olib ma'muriy qamoqxonaga bosgan. Ma'muriy qamoqxonadan o'zlari qashitib olgan. So'dan keyin kuyumni men o'zim topsirdim, bunday bo'lib qashpa deb. Biroq ma'muriy qamoqxonaning ishinde borgandan keyin kuyumni Yerg'azi degan felcher bola urib ko'zini ashaq tushirgan. Сол себепле kuyum ko'zdan hozir suv ketib turibdi. Biroq yo'li ochildi. Ochilgan men prokuratura xizmatkorlari жұмыс istamay yotibdi. Men hozir apreldan beri kelaman, ketaman. Qabulna 1 yildan beri ulama men tajib deganda ko'rmadim turin. Bular yo'lini o'zlari javob tashlab atır. Tergovchilar haqiqatni sheshmadi. O'zlari kamerani aling ma'muriy qamoqxonadagi desam, kamerani da almadi. Vaqtni so'zib kamera o'shib ketgan deb meni aldab turibdi bular. Kameranın жартысы alındı. Kuyumның қолын көтеріп қалғанлары, күттей бала қорқады ғой, сондай қорқып қалғанлары, туалетті қолменен жудыртып атқанлары, көрмеген азабы жоқ. Делоны бұлар сауатсыз тергеушіге береді. Ол тергеуші мамұрий қамаққанаға барып камераны алмайды, жұмыс істемейді бұлар. Қабылына келен десең адам жоқ, әр 5-ші күн келемен, баслық жоқ. Мен 1,5 жылдан бері Тажиевті көрмедім ұлыма. Айбек дегенге келдім, түстенге қабылайман апа деді, бірақ шақырмады. Енді күйеуімнің көзінен қазір ашақ түскен, справкасы бар, бұлар бірақ ешбір жарақат жоқ деп жауып тастап атыпты. Айтсам, денесіне жарақат жоқ дейді. Бұл дене көз деген 12 мүшенің бір жеріне кіреді ғой, шамшырағынан қазір айырылып отырыпты. Бұлар бірақ келсем делоны біздер жаудық деп жауып тастап отырыпты. Ал Ерғазыға шара қолданбай атыпты. Мамұрий қамақхананың бастығы Сапар маған үйіме 5 миллион пара алып келді. Мен бұларға келіп айттым, тергеушіге айттым. Бірақ бұлар жұмыс істемеді. Хақиқатты, қазір делоны қайта ашың, жұмыс істейтін тергеушіге берің, хақиқатты шешіп берің десем, хақиқатты шешпей атыпты. Келсем, замы жоқ, баслық жоқ, ұлыма қабылайтын адам жоқ. 20-30 бұқара келеді, бірақ бұлар әр 5-ші күн қабылламайды. Мен келіп қазір бұл жерге қазір 10 жылдан өтті қызымның қайтыс болғанына. Делосы ашылды, 16 жасар қызым қайтыс болды. Делоны сотқа асырмады. Қайта бұлар мені пара менен ұстамақшы болды. Балаларым менен қорқытты. 2016-да ашылған дело сотқа бармады. Менің қызым Бекиева Гүлназ Каримов ықтиярының себебінен өксус ішіп қайтыс болды. 10 класс еді. Ал бұлар болса